Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз натурал көрсеткішті дәреже. Сіздер дәреже ұғымымен 5-6 сыныптардан бері таныссыздар. Ендеше кеттік. А-ның n-ші ретті дәрежесі дегеніміз А-ны өз-өзіне n рет көбейту. А деген бізде негізі деп аталады, ал n көрсеткіші деп аталады екен. Біздің тақырыбымыз натурал көрсеткішті дәреже болғандықтан, n бізде әрқашан натурал сандар жиынынан қарастырылады. Ал негізі болса, барлық сандар жиынынан қарастырылады. Мысалға, 2-ның 4 дәрежесін алып көрейік. 2 дегеніміз ол негізі, ал 4 дегеніміз көрсеткіші. 2-ның 4 дәрежесі дегеніміз 2-ні өз-өзіне 4 рет көбейтеміз. Жауабы 16. Теріс санды дәрежеге шығарған кезде оңда терісте сандар шығуы мүмкін. Егер біздің дәрежеміз жұп болған жағдайдан оң сан шығады, ал егер дәрежеміз тақ болған жағдайда теріс сандар шығады. Себебі теріс санды теріс санға көбейткен кезде оң сан шығады. Және тағы да ескеретін жайт, әрбір санның бір дәрежесі сол санның өзіне тең болады. Әрі қарата мысалдарға көшсек. Бірінші мысал, 5-тің 4 дәрежесі. 5-ті өз-өзіне 4 рет көбейтеміз. Сол кезде бізде 625 деген сан шығады. Екінші мысал, 6-ның 3 дәрежесі. 6-ны өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. Неше шығады? Ойланып көр. Дұрыс, 216 деген сан шығады. Үшінші мысал, минус 2-ның 4 дәрежесі. Дәрежеміз жұп сан болғандықтан жауабымыз оң сан болады. Сондағы жауабымыз 16-ға тең болады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.